Ассаламу алейкум, біз сізбенен біргелікте Википедияға жаңадан мағлұматлар жайластыруды үйрендік. Енді болса, осы кіргізген мағлұматларымызды оқушыға қолайлы формада, темаларға, кішкене бөлімдерге, емаса жаңадан шаблоларға қоюды үйренеміз. Бұның үшін біз өзіміз алдын ала кіргізген мағлұматты қайта редакторлауымыз керек болады. Мақаланың ішіне кірсе, редакторлау һәм директі редакторлау бөлімдері бар. Редакторлау бөлімінде біз визуал тәрізде, ал директі редакторлау бөлімінде болса, кодлы редакторлау имканиятына ие боламыз. Біз хәзір дәслеп директі редакторлау бөлімі арқылы мақаланы редакторлауды үйренеміз. Бұл жерде біз кіргізген мағлұматлар орын алған. Википедияда дәслеп кіргізген мағлұматтың ең бірінші сөзі, яғни ең текарғы сөз боялған формада беріледі. Әдетте бұны біз жоғарыдағы қою жазу түймесіне басу арқылы әмелге асырсақ та болады. Яки болмаса, инглиз тіліндегі 3 апостроф белгісінен пайдалануымыз да мүмкін. Мұратбай Нызанов хақындағы мағлұматларды біз кішкене темаларға бөліп жайғастыруды қалеп атырмыз. Бұның үшін ең бірінші оның биографиясы хақындағы мағлұматларды жазсақ болады. Бұны кішкене темаға ажырату үшін екі тең белгісін қойып, биографиясы сөзін жазғаннан соң бір пробел қалдырғаннан кейін және екі тең белгісін жазуымыз керек. Демек, бұл жерде Мұратбай Нызановтың өмірі менен байланыслы болған мағлұматлар орын алады. Оның төменіне дөретушілігі менен байланыслы болған мағлұматларды кіргізуді қалесек, және екі тең белгісін қойғаннан соң дөретушілігі сөзін кіргіземіз. Һәм екі тең белгісі менен өзіміздің кішкене темамызды жабамыз. Мәселен, төменде біз кішкене темаға оның кітапларын кіргізуіміз мүмкін. Драмасы, Википедияға мағлұматлар кіргізген уақытыңызда ең соңғы өзгерістер кіргізілген латын графикасынан пайдалану ұсыныс етіледі. Мәселен, кейінгі бөліміне кинодағы іскерлігі һәм бұл инсанның жетістіккерліктері болуы мүмкін. Бұнда кішкене бір бөлімге бөлсек болатұғын шығар. Біз мағлұматларымызды сондай кішкене бөлімдерге бөліп алдық. Бұл қандай тәрізде оқушыларға көрінетұғылығын білу үшін бөліп шығу түймесіне басамыз. Өзіміздің үлкен көлемдегі мағлұматларымыз осындай көрініске келді. Бұл мағлұматлар сізге мақұл болған болса, оны сақлаймыз, яғни өзгеріслерді жариялаймыз. Демек, біз кіргізген өзгеріслер қайта сақланды. Бұндай белгілер, апострофлар, курсив жазу, емаса қалың жазу, кішкене темаларға бөлу, һәм теманың ішінде және кішкене темаларға бөлу сияқты белгілерді қай жерден біз білеміз деген сұрау пайда болуы мүмкін. Бұл хақындағы мағлұматлар Википедияның Жәмиет порталы деген бөлімінде келтірілген. Міне төменде Википедия мақала басылаушылар үшін қысқа қолданба атамасы менен келтірілген. Бұл жерде қандай мақалаларды жазу керек, мақалалар қай тәрізде таңлануы керек, оның атамасы қалай болуы керек, алдын бұл мақала бар яки жоқ екенлігін тексеру, оны белгілі бір форматларға өткеру үшін ұсыныстар, үлгілер көрсетіп берілген. Міне мәселен, курсив жазу үшін екі апостроф белгісі менен сол сөздің оң қапталына, шеп қапталына екі апостроф белгісін қоюымыз керек. Демек, біз әдебиетлар бөлімін шартлы түрде Википедияға кіргізіп өтуіміз керек. Себебі біз кіргізіп атырған мағлұматларымыз сенімлі болуы шарт. Екі тең белгісінен соң әдебиетлар сөзін жазамыз һәм екі тең белгісін қоямыз. Төменіне болса, біз кіргізіп атырған әдебиетлар бірінші, екінші, үшінші сияқты формаларда ізбезілікте автомат тәрізде сақланып қалуы үшін решетка белгісінен пайдаланамыз. Һәм біз пайдаланған әдебиетларды төменде кіргізіп өтуіміз керек болады. Нызанов, Мұратбай, Қарақалпақлар, Нөгіз, Білім баспасы, 2021 жыл. Әлбетте, бұны көріп шығу түймесіне басамыз. Демек, бізге бұл нәрсе мақұл болса, өзгеріслерді жариялау түймесіне басамыз. Диққатларыңыз үшін рахмет.